Қазақ әдебиетінде үздік поэмасының бірі болып 1902 жылы Ескендір поэмасы шыққаны бәрімізге мәлім. Ал 1936 жылы Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасының шыққаны туралы сіз білесіз бе? Бұл шығарманы мен бүгін сіздерге айтатын боламын. Андатпа. Сіздерге ұсынылған Құлагер поэмасының негізгі идеясы адам мен табиғаттың, жануар мен адамның арасындағы байланысы, сондай-ақ ерлік пен адалдықтың символы ретінде құлагердің бейнесін көрсетуге болады. Поэмада ақынның атқа деген сүйіспеншілігі айқын көрініс табады. Құлагерге сенімділігі мықты болғаны сонша атқа өзінің өлең шумақтарында арнаған болатын. Екпіні үй соққандай пысқырғанда, шалдырмас көктен құсқа жерден аңға. Жықпаса жалғыз қазақ жануарды, бұл әзір жеткізбей тұр жылқы малға. Бұл тұлпар келіп тұрған әбден бабы, салбырап тұрғанына деме жабы. Маңдайы жарқырап тұр жануардың, ашылып тұр тура осы астам мұның бағы, деп жырлап кеткен болатын. Бұл поэманың ең көркем тұстарының бірі ол құлагердің сыртқы сұлулығы мен ерлігін, сондай-ақ оның жан дүниесінің тереңдігін ашып көрсетеді. Өлең арқылы ақын аттың тек физикалық ерекшеліктерін ғана емес, оның қазақ халқы үшін қаншалықты қасиетті екенін де көрсетеді. Ерлігі мен сұлулығы өлеңде құлагердің күштілігі, әдемілігі, жылдамдығы, асқақтығы сипатталады. Ақын аттың әрбір қимылын, оның шапшаңдығын, ұшқырлығын, қайсарлығын жарқырта суреттейді. Қорытындылай келсем, қазақ халқы үшін ат тек жануар ғана емес, ол мәдениеттің, тарихтың, рухани байлықтың және ұлттық бірліктің символы. Ілияс Жансүгіровтің бұл бейне поэмасында ерекше шеберлігін қолдана отырып, атқа деген қазақ халқының шексіз сүйіспеншілігін көрсетеді. Құрметті оқушылар және ұстаздар, заманның заңғар тұлғасы көрнекті ақын Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасын оқуға шақырамын.